Сельдь подшубой салатын жаңа жылдың символы айдаһар ретінде осылай әрлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен көкөністердің барлығын пісіріп, үккіштен өткізіп аламыз. Ең алдымен ыдысымызға картопты салып, айдаһардың формасын шығарып аламыз. Картоптың үстіне тұз себеміз. Майонезді кондитерлік қапшыққа салып алып, осылай сетка жасап шығамын. Балықты майдалап турап, үстінен саламыз. Пиязды ұсақтап турап, балықтың үстінен саламын. Үстінен майонез жағып шығамын. Сәбізді салып, кішкене тұз сеуіп жібереміз. Және майонез жағамыз. Жұмыртқа. Үстінен қызылшаны салып шығамыз. Неке дайын болды. Енді қалауыңызша әрлей берсеңіздер болады. Мен қызылшаны және маслинаны пайдаландым. Жан жағына анарды әдемілеп қойып шықтым. Мерекелік дастарханға сельдь подшубой салатын осылай ерекше етіп ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Айжан.